Ата ана ойлайды мектепке барып бәрі нормально, шындығында не нормально. Да, 5-ші сыныпты бітіріп жатыр, 50% қана. 14-тен 7 дұрыс. Еміс қой тұр. Бірінші ана бөлшек сандар бастаған кезде үйренген, ары қарай оқып тастаған. Логика жоқ, мәтін есеп жоқ. 4-ші класс теңдеуді біледі екен. Балаңыз жағдай сол. 50%. Келесі жылы 6-да бұдан төмен болады. Мен сізге гарантия беремін. Жазу мынау 15-тен 0. 6-ны бітірді ма? 6-ны бітірді ғой. Міне. Ештеңе болмаған. 5-ші класс жоқ, 6-ші класс жоқ, 4-ші класс жоқ. Мынаны осы жақында өтті. Апрельде өтті. Март-апрель. Жоқ. Ата-ана ойлайды мектепке барып бәрі нормально, шындығында не нормально. Августте ата-ана не істейді? Сөмкесін алады, киімін алады, кроссовканы апарып мектепке кіретін довольный отыр. 6-ны бітіріпті. Қай мектеп? 26? 0? 6-ны бітірді. 5 жоқ, 6 жоқ, 4 жоқ, түк жоқ. 10-нан 9 дұрыс. 3-ші сынып бастауыш осылай болу керек. Бастауыш қазір көресіздер. Бастауыштың бәрі жақсы оқиды. Сосын 5 келгенде бітті. Жаңа нәрсе ғой. 5-ке келгенде қирайды бәрі.